көргің келіп тұр ғой, ішінде не бар екенін. Тек сен ғана міне бәрімізді ашады ғой, бәрімізді көреді. Осы неге ұрсып кетесіңдер? Ашады қазір барлықтарыңды. Тез ашып тастамасам бұлар бір-бірімен ұрсып кетеді. Қараңыздаршы, осындай әдемі сырғалар алдырдым. Біз Қытайда тиым тұрамыз ғой, алып алсайшы бізді. Иә, қыздар, тиын тұрады ғой осындай сырға, бижутерия деген нәрселер. Бірақ мынау бижутерия емес, бұл таза 925 пробалы күміс сырғалар. Бізді айтсай, еще 925 пробалы таза күміспіз ғой. Бұнымен біткен жоқ, осындай күшті резинка алдырғам ғой. Қараңыздар, осындай бабочкасымен бірге келіпті. Өте әдемі, маған қатты ұнады. Енді мынаны көрсеңіздер шок боласыздар ғой. Мен өзім де шок болып қалдым. Қояндар деп заказ бергем ғой. Тура тышқандарға ұқсайды ғой. Қызыма осындай резинкалар заказ бергемін. Мені көріп шок болып жатсың ба? Тура тышқанға ұқсайды екенбіз, иә? Бұл бұнымен біткен жоқ. Қызыма осындай трусилар заказ бергемін. Енді качествосы супер, прям цветтерінің өзі қанық қой, қараңыздаршы. Осындай 3 түрін заказ бергенмін. И маған постоянно айтатын, Машаның сковородкасы деген сковородка бар еді ғой, қазір мына жерге қойып кетемін, қандай екен. Соның орнына осындай сковородка алдырдым Қытайдан. Қараңыздаршы, өте күшті качествода келді. Алдағы уақытта қуырып көрсететін боламын. Ол үшін сіз маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіз, мені жоғалтып алмау үшін. И ең соңғысы осындай органайзерлер заказ бергенмін. Іш киім, носки дегендерді салып қоятын. Қараңыздаршы, өте күшті болып келді. Мен бұдан қыз жасауына заказ беріп бергем, мен арқылы заказ берсеңіздер болады.